Ағылшын тыңшысының мойындаулары 5 бөлім. Нәжиттік Мұхаммедпен өте жақын болып кеткен осы бір күндерде шииттердің қатты жақсы көретін әрі олардың ғылым мен руханият орталығы болып есептелетін Кербала мен Наджаф қалаларына баруыма Лондоннан бұйрық келді. Нәжиттік Мұхаммедпен қатынасымызды үзуге, Басрадан кетуге мәжбүр болдым. Бірақ бұл надан және мінез құлқы бұзылған адамның жаңа бір діни топ құратынына және исламның іштей шеруіне себеп болатынына және осы топтың қате сенімдерін өзім жасап шыққаныма сүйсіне отырып Басрадан шығып кеттім. Сүнниттердің 4-ші, ал шииттердің 5-ші халифасы болып саналатын Хазіреті Әли Наджаф қаласында жерленген. Наджафтан бір фарсах, яғни жаяу 1 сағаттық жолдағы Куфа қаласы. Хазіреті Әлидің халифат орталығы болған Хазіреті Әли өлтіргеннен кейін ұлдары Хасан мен Хусейн оны Куфаның сыртындағы қазіргі Наджаф деп аталатын жерге жерлеген. Кейінірек Наджаф көркейе түсті де Куфа құлдырай бастады. Шииттердің діни қызметкерлері Наджафқа жиналды. Үйлер, базарлар, медреселер салынды. Стамбулдағы халифа бұлармен жақсы қарым-қатынаста еді. Өйткені бірінші, Ирандағы шиит үкіметі Наджафтағы шииттерді қолдайтын еді. Халифа олардың жұмыстарына араласқанда екі үкіметтің де арасындағы кикілжіңдер ұлғайып тіпті соғысыңды болып кетуі мүмкін еді. Наджаф айналасында шииттерді қолдайтын бірнеше қарулы тайпалар бар еді. Қарулары онша қауіпті болмаса да, халифатпен сол рулардың арасында соғыс шығуы мүмкін еді. Наджафтың шииттері Үндістан, Африка және бүкіл дүние жүзіндегі шииттердің ең құрметтілері еді. Халифа оларды мазаласа, әлемдегі барлық шииттер көтерілетін еді. Пайғамбардың немересі, яғни қызы Фатиманың ұлы Хусейн бин Әли Кербалада шахид болған. Ирак халқы Хусейнді Мәдинадан өздеріне халифа қылып көтеру үшін шақырған болатын. Бұл жерде Хенфер біраз жерде алдау үшін ислам ілімдерін бұрмалып, қате және өтірік араластырып жазды. Осы өтірік және жалаларға керекті жауаптарын беріп, жастарды осы ағылшын қулығынан, тұзағынан құтқару үшін бұл кітапты бізде жариялап отырмыз. Автордан Хенфер сөзін былай жалғастырады. Өздеріне халифа қылып көтеру үшін шақырған болатын. Ол отбасымен Кербала топырағына келген кезде Ирак халқы өз ойларынан қайтып қалады. Сирияда отырған Омайяд халифасы Язид бин Муауияның бұйрығымен оны ұстауға шығады. Хусейн отбасымен бірге Ирак әскерлеріне қарсы соңғы деміне дейін батырлықпен соғысады. Ирактықтар жеңіске жетеді. Сол күннен кейін шииттер Кербаланы рухани орталық деп қабылдады және әр жақтан келіп сол жерде жиналатын болды. Біздің христиандарда оған ұқсайтын ритуал жоқ. Кербала қаласы шиит медреселерімен толған шииттердің ордасы. Кербала мен Наджаф тұрғындары бір-бірін қолдап отырады. Осы екі қалаға бару бұйрығын алғаннан кейін Басрадан Бағдадқа, ал ол жерден Ефрат өзенінің жағасындағы Холия қаласына бардым. Тигр және Ефрат өзендері Түркиядан келіп, Иракты жарып өтіп, Басра түбегіне құяды. Ирактың егіншілігі мен экономикасы осы екі өзенге қарап қалған. Мен Лондонға қайтып келгеннен кейін министрлікке сәті түскенде Иракқа шарттарымызды қабылдату үшін бұл қос өзеннің ағысын өзгерту туралы жоспар жасау керектігін айттым. Өйткені Иракқа су бармай қалса, біздің қалауларымызды қабылдауға мәжбүр болады. Холледен Наджафқа әзербайжандық саудагер бейнесіне бардым. Шиит дін қызметкерімен танысып, достық құрдым, оларды азғара бастадым. Олардың дәрістеріне қатыстым. Олардың нақты ғылымдарды сүнниттер сияқты көп оқи бермейтінін және адамгершілікте сүнниттердегі жақсы қасиеттерге ие емес екендіктерін байқадым. Мысалы, шииттер Османдық өкіметке жаппай дұшпан еді. Өйткені олар шиит, ал түріктер сүнниттер еді. Олар сүнниттерді кәпір дейтін. Екінші, шиит ғалымдары бұрынғы біздің құлдырау кезеңіндегі орта ғасырдағы
поптарымыз сияқты өздерін толығымен діни ғылымдарға беріп, дүниелік ілімдерге өте аз көңіл бөлетін еді. Үшінші, исламның ақиқатынан, қасиетінен, ғылымдағы және техникадағы жетістіктерінен хабарсыз еді. Мен өз-өзіме шииттер қандай бейшара адамдар, барлық әлем ояу жүргенде бұлар ұйықтап жүр, бір күні бір сел келіп оларды алып кетеді дедім. Оларды бірнеше рет халифаға қарсы көтеріс жазуға шақырып көрдім. Өкінішке орай мені тыңдағандар болмады. Кейбіреулер маған күлетін еді. Мен оларға дүниені төңкеріп жіберіңдер деп үгіттеп отырғандай болып көріндім. Өйткені олар халифатты құлату мүмкін емес, қамалдай көретін. Олардың пікірінше ғасырлар бойы келуі күтіліп жатқан Мәхди келсе ғана халифаттан құтылатын күн туатын еді. Олардың пікірінше Мәхди ислам пайғамбарының ұрпағынан болған және хижри бойынша 255 жылы көздерінен ғайып болған 12-ші имамдар екен. Ол қазір тірі екен және бір күні шығып зұлымдық пен әділетсіздікке толған осы дүниені әділетпен толтырады екен. Таң қаламын, шииттер қалай ғана осындай далбасаға сенеді екен. Бұл біздің христиандардың Иса пайғамбар келіп дүниені әділетке толтырады дейтінімізге ұқсайды. Бірде олардың бірінен сұрадым, сіздерге де ислам пайғамбары күрескендей зұлымдықпен күресу парыз емес пе деп сұрадым. Ол да Алла пайғамбарға жәрдем ететін еді, сондықтан ол зұлымдықты жеңе алады деді. Құранда сіз Аллахтың дініне жәрдем етсеңіз, ол да сізге жәрдем етеді деп жазылған ғой. Бұл жерде Мұхаммед сүресінің 7-ші аятында Алла Тағаланың дініне жәрдем беру, шариғатқа бағыну және оны жаюға тырысу дегенді білдіреді. Ал үкіметке қарсы келу деп, бұл Мұхаммед сүресінің 7-ші аяты. Алла Тағаланың дініне жәрдем беру, шариғатқа бағыну және оны жаюға тырысу дегенді білдіреді. Ал үкіметке қарсы келу дінді бұзу деген сөз емес. Сіздер де шақтарыңыздың зұлымдығына қарсы қылыштарыңызды сілтесеңіздер, Аллах сіздерге де жәрдем береді ғой дедім. Жауап ретінде, сен бір саудагерсің, ал бұлар ғылыми тақырыптар өрең жетпейді деді. Амирул Муъминин Әлидің Наджафтағы кесенесі қатты сәнделген кең ауласы, алтын жалатылған үлкен күмбезі және 2 үлкен мұнарасы бар. Күн сайын бұл кесенені көптеген шииттер зиярат етеді. Жамағатпен намаз қылады. Зиярат етушілердің әрқайсысы алдымен оның есігіне еңкейіп, соны сүйеді. Содан соң қабірге сәлем беретін еді. Алдымен рұқсат алады, содан соң кіретін еді. Мазардың үлкен ауласында дін қызметкерлер мен зиярат етушілерге арналған бірнеше бөлме бар. Кербалада Әлидің мазарына ұқсайтын 2 мазар бар еді. Біріншісі Хусейнге, екіншісі онымен бірге Кербалада шахид болған бауыры Аббасқа тән. Шииттер Наджафқа жасағандарының дәл көшірмесін Кербалада да жасаған еді. Кербаланың климаты Наджафқа қарағанда әлде қайда жақсы еді. Айналасында әдемі бақшалар мен ағын сулар бар еді. Ирак сапарымда жүргенімде қуандыратын бір көрініске кез болдым. Кейбір жағдайлар Осман үкіметінің соңы келіп қалғандығын көрсететін еді. Өйткені Стамбул үкіметі тарапынан тағайындалған әкім надан және залым басшы еді. Өзінің қалауы бойынша әрекет ететін еді. Халық оған разы емес еді. Сүнниттер өздерінің бостандықтарына қысым жасаған және қадірлемеген үшін, ал шииттер өз араларында әкімдікке лайық пайғамбар ұрпағынан келетін сейіттер мен шәріптер бола тұра, түрік әкімі тарапынан басқарылып жатқандығынан наразы еді. Шииттердің тұрмыстары өте нашар болатын. Олар күл-қоқыс пен бүлінділердің арасында өмір сүріп жүре беретін. Жолдары сенімсіз болатын. Қарақшылар үнемі керуендерді аңдып отыратын. Қастарында әскер болмаған жағдайда бірден шабуыл жасайтын еді. Сол үшін үкімет олармен бірге қорғаушы әскер жібермегенге дейін жолаушылар сапарға шықпайтын. Шиит ұрыларының арасында ұрыс-керіс көп болатын еді. Күнде бір-бірін өлтіріп, мүліктерін талап жататын. Надандық, жан түршігерлік те дәрежеде жайып кеткен еді. Шииттердің бұл халі шіркеудің Европаны жаулап алған кездерін есіме салатын еді. Наджаф және Кербаладағы дін адамдары мен оларға бағынышты аз ғана адамды есептемегенде
әр 1000 шеттен бір сауатты шықпайтын еді. Экономикалық өмір әбден құлдыраған адамдар кедейлік ішінде титықтап жүреді. Мемлекеттік жүйеде жөндеп болмайтын жағдайға жеткен еді. Шеттер мемлекетке қиянат жасауды әдетке айналдыратын еді. Билік пен халық бір-біріне күмәнмен қарайтын. Сондықтан араларында өзара жәрдемдесу болмайтын. Шет молдалары өмірлерін тек сүннеттерді жамандауға ғана арнаған. Дүние ғылымдармен айналысуды мүлдем жинастырып қойған еді. Кербала және Наджаф қалаларында 4 ай болдым. Наджафта өте ауыр бір ауруға душар болдым. Тіпті өзімнен үмітімді де үздім. 3 апта ауырдым. Бір дәрігерге бардым, маған кейбір дәрілерді жазып берді. Дәрі-дәрмекті ішіп біршама дұрыстала бастадым. Ауырып жүргенімде жертөледе орналасқан бір үйде тұрдым. Пәтер иесі менің денсаулығымның нашар болғанына аз ғана ақшаға ас даярлап беріп, дәрілер алып келіп беретін еді. Содан сауап күтетін, өйткені мен оған өзімді Әмир-мүминин Әлиді зиярат етушімін деп таныстырған едім. Ауруымның алғашқы күндерінде дәрігер тек тауық сорпасын ішуге рұқсат берген. Кейін етін жей бастадым. 3-ші аптада күріш сорпасын да іштім. Тәуір болғаннан кейін Бағдатқа кеттім. Наджаф, Холле, Бағдат және жолдағы көрген білгендеріме қатысты 100 беттік рапорт дайындадым. Оны Ұлыбритания колониялары, яғни отарлау министрлігінің Бағдаттағы өкіліне тапсырдым. Иракта қалатыным немесе Лондонға қайтатыным туралы министрліктен бұйрық күттім. Лондонға қайтқым келген еді, өйткені ұзақ уақыттан бері іс сапарда едім. Отаным мен отбасымды қатты сағынған едім. Әсіресе менен кейін дүниеге көзін ашқан ұлым Распутинді көргім келді. Соған байланысты рапортыммен бірге министрліктен қысқа мерзімге болса да Лондонға қайтуға рұқсат сұрадым. 3 жылдық Ирак сапарым туралы жиған терген мәліметтерімді басшыларға бетпе-бет баяндағым және біраз демалғым келді. Министрліктің Бағдаттағы өкілі ешкім күмәнданбасын деп оған көп бара бермеуімді, Тигр өзенінің бойындағы керуен сарайлардың бірінен бір бөлме жалдап, сонда тұруымды ұсынды және почта келген кезде министрліктің жауабын саған өзім білдіремін деді. Мен Бағдатта болғанымда халифаттың орталығы Стамбул мен Бағдат арасындағы рухани алшақтықты байқадым. Басрада Кербала және Наджафқа кетерімде Нәжиттік Мұхаммед өзіне көрсеткен жолынан тайып кетпесе деп уайымдайтын едім. Өйткені ол өте құбылмалы және ашушаң адам еді. Оны өз мақсатымыз жолында қайта тәрбиелеп, санасына сіңіріп, барлық амалдарымыздың зая кететіндігінен қорқатын едім. Онымен қоштасарда ол Стамбулға баруды жоспарлап жүрген еді. Бұл райынан қайтару үшін оған көп насихаттар айттым. Стамбулда оларға ұнамайтын бір сөз айтып қойсаң, сені күпілікті айыптап, өлім жазасын кесіп жіберемін деп қорқамын дедім. Негізгі мақсатым басқа еді. Егер мына дүмше Стамбулға барса, оны ол жақта кез келген мешіттің имамы сөзінен ұстап алу мүмкін еді. Оның бұзық ғалымдармен жолығуына және бүкіл еңбектерімнің зая болуынан қорқатын едім. Өйткені Стамбулда ілім мен исламның көркем мінезі бар еді. Нәжиттік Мұхаммедтің Басрада қалуды қаламай тұрғанын түсініп, оған Исфахан және Ширазға баруды ұсындым. Өйткені бұл екі қала өте шырайлы, халқы да шеттер еді. Шеттердің Нәжиттік Мұхаммедке әсер ету ықтималы жоқ болатын. Өйткені шеттер ілім мен ақлақ жетіспейтін еді. Осылайша оның көрсеткен жолымнан тайып кетпесін қамтамасыз еттім. Одан айрыларда оған Тақияға сенесің бе дедім. Тақия өз сенімін, мақсатын жасыру екіжүзділік